бастамас бұрын топқа бөлініп аламыз. Bir-birden kelip Şimbir'de tanıyımız. Şimbir'de bizi 3 belge көрсетілген, яғни 3 топқа бөлінеміз. Мәңгілік ел, Алашорда және де Қазақ хандығы деген 3 топ бар. Сол белгі бойынша таңдап, орнымызға отыра алайық. Кәмпит таңдаймыз. Топқа бөлініп болса, ендігі кезекте мен сіздерге бағалық парағын түсіндірудей, бәріміз алдымызда градусник берген. Сол градусникке өздеріңіздің әр тапсырмада алған балдарыңызды белгілеп отырасыздар. Және де соңғы жағына аттарымызды жазуды ұмытпайық. Жақсы ма? Апай, маған бердіңіз. Алдыңыздар. Алдыңызда мен дайынмын деген осындай белгі тұр. Сабақ барысында тапсырманы орындап болсаңыздар, көрсететін болымыз топ бойынша оқимыз тапсырмалар. Жақсы ма? Енді үй тапсырмасына не берді? Бәріміз бастап оқимыз. Бастай ғой. Қазақ бірлігі арақты елі бар. Бірлігі жоқ, адамдарға елі. Бірлігі жоқ, адамдарға елі тар. Күш қайратты бірлігімен біріксе, тату халық жүрегінде намыс бар. Келесі. Өте жақсы. Қазір кезекте. Тапсырмасы бар ма? Жақсы, келесі жалғастырамыз. Өз тапсырманы белгілеу. Тапсырмасы да екі тапсырмасы. Тамам. Достармен бірге жүрсем бір кетпес, тақтық етсе де қиындықты кетпес, бірлікте боламын ақышы достармен, жігер оларды тыржыққа сөз бермей. Өте жақсы, оқыға. Азаматтың елімізден жүзден астам өкілдері тұруда және қазақ халқы өте мейірімді кеңпейіл халық. Біздің мемлекеттік тіл қазақ тілі біздің тарихымыздың дүрсілінен шықты. Біздің өз ата заңымыз бар. Оны білу және құрметтеу біздің парызымыз. Еліміздің азаматтары отан қорғаушысы болып табылады. Менің жалғыз тілегім біздің туған жеріміз ашық аспан астында әрқашан бейбітшілікте өмір сүруі, жоқ жүрек, жөн-жөнін көркеюі. Өте жақсы. Өз ойын жазып кетті. Эссе тұрғысында. Эссе тұрғысында жазып кетті. Жақсы оқи ғой. Мен отанды өз қазақстан, мен осы ел азаматымын. Біз қазақ халқы 130 мемлекетте тату-тәтті өмір сүріп жүрміз. Біз өзіміздің жеке мемлекеттік тіл өз аты заңымыз бар. Қазақстан жерінде тұратын адамзаттың аңызы өз тілін біліп, тарихын біліп, оны құрметтеу, қастерлеу. Жастардың парызы халыққа бейбітшілік орнатып, туған жері мен отанын қорғау керек. Өте жақсы. Достық деген қымбат сөз мағынасы, тула сөз жоқ өткен достығын шынайы болмағанда мағына жоқ. Жақсы. Қызылдан бастаймыз. Белгілеп отырамыз, иә? Үй тапсырмасына 2 балл оқығанда белгілеп отырамыз. Оқи ғой үй тапсырмасын. Менің отаным тәуелсіз Қазақстан. Мен Қазақстан елінің азаматымын. Қазақстанда ұлт өкілдері көп. Соған қарамастан олар бейбіт өмір сүріп жатыр. Мен осы елде туылғаныма қуанамын. Бейбіт кеңпейіл халық қонақжай. Қазақстандағы адамдар бір-біріне әрқашан қолдау көрсетеді. Әр елдің
заңы бар. Сол сияқты Қазақстанның да өз ата заңы бар. Оны сол елдің азаматы сол заңды білу, құрметтеу парыз. Қазақстан еркін ел болғандықтан сенің басыңа әр ісіңді қолдау көрсетеді. Сол себепті мен өзімді мақтаныш етемін. Мен отан қорғау үшін әрқашан дайынмын. Себебі мен өз туған жерімнің бейбітшілігін басқаларға бермеймін. Сол себепті менің тілегім аспаны ашық, әрқашан тәуелсіз, әрқашан туымыз жерде дамыған отыз елдің қатарына кіреді. Өте жақсы. Үй тапсырмасын өткізіп болсақ, бүгінгі өтетін тақырыбымызға назар аударайық. Бәріміз белгілеп отырмыз ба? Өзімізді әділ тұрғысында бағалап үйренейік. Жақсы, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бос бәйтерек достығы. Бірінші мәтінді оқып, мазмұнын талдау арқылы тақырыбымызды ашатын боламыз. Кім маған мәтінді толық оқып береді? Жақсы, мен бар. Оқуға бастамайық. Бір-бірімізді тыңдаймыз, иә? Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов басындағы ағылшын жары ғасыр айрығысындағы атты рухани философиялық, тарихи танымдық және махаббат хикаяларына құрылған эсселер кітабы дүниежүзінің көптеген тілдеріне аударылған. Кітаптың адамзаттың ертеңгі күніне дұрыс бағыт-бағдар, өнегелі тәлім-тәрбие беретін, соңғы жылдардағы ең парасатты. Мәтінде не айтылған тақырыппен бірге байланысып қарастырайық. Мәтінде Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов бірге қандай болған? Иә, бір-біріне жақын болғанын, бір-біріне тату болғанын айтады. Өте жақсы. Қос басындағы аңшының зары эсселер кітабын жарыққа шығарған екен. Екі жазушының достығы қандай керемет болған, иә? Сол сияқты екі халықтың достығы осы Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовтың достығында болса екен деген ұғым қалыптасты. Жақсы, енді бүгін біздің өтетін грамматикалық тақырыбымызға назар аударайық. Бүгін біздің өтетін грамматикалық тақырыбымыз еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер дегеніміз не? Айналадағы, табиғаттағы, түрлі дыбыстарға, қимыл әрекеттерге және олардың бейнелерінен туған сөздерді айтады екенбіз. Еліктеу сөздерді бізде екі түрге бөлінеді екен. Еліктеуіш сөздер және де бейнелеуіш сөздер. Бұл жердегі еліктеуіш сөздер дегеніміз не? Табиғаттағы, төңіректегі түрлі дыбыстарға еліктеу арқылы жасалған сөздер. Яғни біз есту арқылы еліктеп қарайды екенбіз. Сонда еліктеу сөздер дейміз. Мысалға бізде сарт сұлып деген дыбыс шыққан кезде еліктеп қараймыз, иә. Сонда еліктеуіш сөздер болады. Бұлар ел көмекші етістігімен жасалады екен. Ал бейнелеуіш сөздер дегеніміз не? Көз алдымызға суреттеу, бейнелеу арқылы жасалатын сөздерді айтады екенбіз. Мысалы, жалт қарады, аю қорбан етті деген кезде көз алдымызға бір бейне елестейді. Бұны біз бейнелеуіш сөздер дейді екенбіз. Қазір осыған байланысты түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Қазір жылдамдықты қажет етеді. Жаңағы мәтін мазмұны бойынша бірінші мәтіннің тақырыбын анықтайсыздар. Одан кейін мәтіннің мақсатын анықтайсыздар, негізгі ақпараттар жинақтайсыздар. Топ бойынша 3 оқушы болса, 3-іміз болсақ, сіздер оқисыздар. Жақсы ма? Мен дайынмын деген белгіні көрсетуді ұмытпаңыз. Кірсеңіз. Жеке-жеке орындаңыз. Тағып қоямыз, сосын негізгі мәліметті көшеміз ба? Иә. Бірінші тақырыбын анықтайсыздар, мәтіннің тақырыбын не себепті олай қойдыңыз, соны дәлелдейсіздер. Одан кейін мақсатын анықтайсыз, сосын негізгі ақпараттарды, мәтінге негіз болып тұрған ақпараттарды ұсынасыздар, иә? Топ болып емес, жеке-жеке орындаймыз, бірақ тез аяқтаймыз. Иә, болады. Осы біздің жаңағы тақырыбымыз мәтіннің қос бәйтерек достығы деп алды. Себебі Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов ажырамастай дос болып, бір-бірін түсініп, бірлесіп кітаптар, өлеңдер шығарған және екеуі де өте танымал және де өте зерек ақылды адамдар. Және де мақсаты қазіргі халық сол кісілер секілді тату бірлікте болсын деген мағынада айтылған болады. Ал негізгі ақпаратын айтатын болсақ, осы Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың достықтары туралы айтылған болады. Жақсы. Сіздердің екінші топтан бір топ оқысын, бір оқушы оқысын. Мақсатым ба? Жалпы жауабы, өз жауабы. Кім оқыды ғой, жақсы. Мен тақырыпқа нағыз достық Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шаханов деген тақырып қойдым. Себебі осы мәтінде достық туралы жазылған осы екі адамдар. Маңызы осы мәтін бізге нағыз достық қандай екенін көрсету үшін және халықтар қандай тату бола алатын екенін көрсетіп тұр. Негізгі ақпаратты оқимын.
Итақлар Шыңғыс пен Мұхтардың бір-біріне деген шынайы риясыз көңілі ылғи да кездесуі, жиі тойларда бірін-бірі іздеуі, отыру сирек ерлер достығының құрайды. Негізгі, жақсы. Ағылқы. Қанша болды? Şu tazımağa şu bak, bir bir oturak olmasa yakın olur. Ben artık taqырыбына екі жазып қалдым. Және де оның мақсаты олардың достығына дос болғаннан кейін халық бір-бірімен дос болып, олар бір-бірімен ажырамаспай жақын осы екі адамның екі тұлғаның достығы туралы айтты. Аға, өте жақсы. Енді серпті сәтіне назар аударайық. Бәріміздің мен сіздерге әр топқа осындай кішігірім парақ бердім. Біздің романтикалық тақырыбымыз ертегі сөздер. Яғни қазір әуеннің ырғағымен, мысалдан бір оқушы мысал жазады, қол шапалақтаймыз, екінші оқушыға береді, ол жазады әуеннің ырғағымен. Жақсы ма? Сондай мысалдарды жазып шығамыз. Түсіндік па? Өлең қосамын қазір. Ертегі сөздерге мысал жазамыз. Бейнелеуіш болса да, ертеуіш болса да болады. Келісіп па? Артына топтың атын жазып қойыңыз. Әртүрлі ма? Иә. Бастысы мысал болу керек. Ау, қой сонда. Бір. Иә, мысал жазамыз. Қазір бұлар айналасында ғой сонда, или қағаз айналуға ыңғайлымасын деді. Бересі қағаз бересі. Жақсы сонда, бастаймыз. Жазамыз. Мысал, бір мысал. Таппасақ алып, тез-тез береміз. Алмастырамыз. Енді отырамыз орнымызға келесі. Келесі сізге берілген 109-шы беттегі Төле бидің даналық сөзі берілген. Соны бәріміз ішімізден оқып шығамыз. Одан кейін 109-шы беттегі екінші тапсырма. Бірінші тапсырма. Төле бидің даналық сөзі берілген. Мен сіздерге ноутбук парақшасын таратып беретін боламын. Соған өздеріңіз қалай түсіндіңіздер, соны жазатын боласыздар. Шат. Тарым бас көріп. Жазамыз. Түсінгенімізді түйіндеп жазамыз. Төле бидің даналық сөзін өз ойларыңызды түйіндеп жазасыздар. Және де бұл жердегі астына өз аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма орында болсақ, келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бізде кітапта 109-шы бетте екінші тапсырма берілген. Дәптерімізді ашып жазамыз сол тапсырманы, яғни ертегі сөздерінің түрлерін екі бағанға бөліп,
көрсетілген мысалдарды екі бағанға бөлесіздер, екі сөздерге бейнелеу Айсандар деген берген ертеу сөздерді екі бағанға бөліп жазасыздар. Жақсы, дайын болса бір сөйлемден оқып шығайық. Бір сөйлем. Мен орманда жүргенде алдымнан қоян зу-зу етіп өтіп кетті. Жақсы. Менің мысығым пыс-пыс етіп ұйықтап жатты. Келесі жалғастыра алайық. Ұшақ төбені зу-зу етіп өтті. Шаршағаны соншалық пыс-пыс етіп ұйықтады. Жақсы, келесі. Алтай терезені ашқанда үй іші гүленіп кетті. Жақсы, келесі. Үмітті қорыққанда селк кете қалды. Жақсы. Келесі оқимыз. Көшеде бір адам дарыға жолып қалған. Жақсы. Қасымнан созу етіп мысық өтті. Мазаға жарық жыл өтті. Жақсы. Келесі бізде 4-ші тапсырмаға кезек берейік. Қанша болдыңыз? Қанша балл? Бұған 2 балл белгілеп отырамыз. Қазіргіге ма? Жақсы. Келесі бізде 4 түрде әдіс арқылы бүгінгі тақырыпты қорытындылап өз пікірлеріңізді ауызша айтсаңыздар болады. Өз ойымды жазбаша жеткіземін десеңіздер де. Жоқ, жалпы тақырып қоспай терек достығы деген тақырып қалай қабылдадыңыз? Түсінікті болды ма? Не түсінікті болды? Соған бір пікіріңізді білдіресіз, пікіріңізді дәлелдейсіз. Одан кейін мысал келтіресіз, өз ойыңызды қорытындылайсыз. Дайынбыз ба? Жақсы айтамын. Мысалы мен осы бүгінгі хақында түсінген қоспай терек достығы, яғни досыма адал болып, досыма сенімді болып, ешқашан да досын сатпай, бір-бірінің досымен бірге яғни дұрыс жүруді, және де еліктеуіш пен бейнелеуіш, яғни еліктеу сөздерді түсіндім. Және де осы оған дәлелім мысалы Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов осындай бір-бірімен өте тату, бір-бірін кәдімгідей бір-бірін түсініп, бір-біріне деген татулықтары, достықтары, яғни адал болған. Солай деп ойлаймын. Ал мысалы, яғни қорытындыға, яғни осы досыма адал болып, ешқашан досыма сатпай, ешқашан досымды сатпай, досыммен бірге соңына дейін бірге жету керек. Және де өзіңе адал достыққа болады үміттену керек. Жақсы. Тағы өз ойымды білдіремін деушілер бар ма? Бүгінгі сабақта қоспай терек достығы туралы осы сабақта мен шынайы достық қандай екенін және де осы еліктеуіш, бейнелеуіш сөз туралы еліктеуіш сөз бен бейнелеуіш сөзді білдім. Еліктеуіш сөз дегеніміз ол түрлі дыбыстардан туындаған сөздер, ал бейнелеуіш деген ол көру арқылы пайда болған сөздер екенін түсіндім. Жаңа айттым ғой, тақырыпты түйіндеу мақсатында айтайын, өз ойыңызды. Осы мәтін бойынша өздеріңіздің ойларыңызды білдіресіздер, оны дәлелдейсіздер, мысал келтіресіздер, өмірмен қорытындылайсыздар. Сәл ойымызды жинақтайық. Еркін, өзі айтыңыз. Менің осы қоспай терек достығы тақырыбына түсінгенім достық ұлтқа қарамайды. Жақсы. Оған дәлел ретінде осы қырғыз халқының жазушысы Шыңғыс Айтматов пен қазақ халқының жазушысы Мұхтар Шахановты дәлел ете аламыз. Олар екі ұлттың өкілі болса да, бір-бірімен сыйласып, үйлесімде бір-бірін сыйлап, бір-бірін шабашылық, бір-бірін әрқашан қолдап, той жиындарда бірге отырып, керемет көз тоялықтай достықтың үлгісі бола алған. Өмірде мысал, осы достық жайлы өмірде қандай мысал келтіре аласыз? Достықтан үлгі аламыз дегенсіз. Достық ретінде біз әрбір досты әлеммен таңдай бермейміз, бірақ достық ұлтқа қарамайды. Қорытынды дос тапқанда әрқашан оған адал бола алатындай, оған сене алатындай, оған қолдау көрсете алатындай достық. Жақсы, өте керемет. Жақсы, тағы өз ойыңды бітіріп деушілер бар ма? Жақсы. Келесі бейтасымасын жасауыңыздар. Қосымша ақпараттармен танысып, белгілі тұлғалар арасындағы достық жайлы қоспай терек достығы атты есте жазып келіңіздер. Мысалдан, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова достығы жайында есте жазып келеміз. Кәдімгі бәріміз жазып аламыз, бейтасымасын. Кезектіктері байланысқа берейік. Мен сіздерге бал арасын таратып
материалыңызды жасатып аласыздар. Сосын бал арасының ұясына апарып жабыстыратып аламыз. Өз ойыңызды жазамыз. Sarıға ма? Иә, сарыға жазамыз. Жақсы, қайдеміз? Үй тапсырмасы түсінікті ма? Жақсы, сабақ аяқталды, рахмет. Сау болыңыздар.